6,5 миллионды ғылым саласында қалай алдым? Қазақстанда біз көп нәрселерді өзіміздің саламызда жүр, қандай әртүрлі премиялар, қандай марапаттар бар екен білмейміз. Мен 2023 жылы ең үздік ғылыми қызметкер атағын алып, білім министрлігінен 6,5 миллиондай ақша марапат болды. Осы видеода мен марапатты қалай алғанымды, қандай документтер тапсырғанымды, және де сіз де оған қалай қол жеткізе алатыныңызды айтып беремін. 1 жылдан астам уақыт бұрын ғылым және білім министрлігі жыл сайын премиялар беретін деген мәлімет маған келді. Оны мен алдыңғы жылдары мүлдем естімеппін, білмеппін де. Бұл мен үшін екен деп алдымда бізге 1 ай берілген уақытта алып, заявканы толтырып тапсыра салдым. Кенеттен жаңа жылдың алдында мен құттықтаулар келіп жатыр WhatsApp-ма. Сөйтсе, ғылым және білім министрлігі 50 адамды түгел Қазақстан бойынша таңдап, ең үздік қызметкер деген марапатты тізіп қойыпты. Соның ішінде инженерия саласында 10 шақты адамға беріліпті, соның біреуі мен болдым. Сөйтіп 6 миллион 500 мың ұтып алдық, премия берілді. Сол кезде жаңа жылдың алдында өте бір керемет маған сыйлық болған екен. Бұл марапатқа тапсыру үшін процесс қандай болды? Ол жерде сіз өзіңіздің бірінші құжаттарыңыз бойынша мәліметтер толтырасыз, сосын өзіңіздің мақалаларыңыз бойынша мәліметтер толтырасыз. Ең маңыздысы сол секция деп ойлаймын. Өйткені әр жоғары импакт факторлы журналда шыққан мақалаңыз үшін сіздерге балл беріледі. Ол балдар соңында қосылады. Кім ең жоғарғы балл алады, ең жоғарғы 10 адам, мысалы сол адамдарды сол премияға ұсынады. Менің жағдайымда ол жерде максимум 4 мақала қоса аласыз. 4 мақала Q1, Q2, Q3, Q4 деген квартилдер бар ғой мақала журналдарының рейтингі. Сол журналдар Q1 бірінші 25%-ға топ журналдардың ішіне кіретін журналдарда мақалаңыз шықса, онда ол өте керемет, сізге көбірек балл беріледі. Менде кезде 2 Q1 және 2 Q2 мақалаларым болды. Тағы да қосымша балл, егер сіз шетелдік жоғары рейтингке кіретін университетте істейтін профессормен бірге жазылған мақалаңыз болса, онда ол кезде де сізге қосымша балл беріледі. Менің жағдайымда мен PhD кезінде соңғы жылы Англияда болғанда шығарған мақалам, әрине сол менің ол кезде жетекшім University College London, UCL-да жұмыс істеген профессор болған, сонымен бірлесіп шығарылған мақала болғандықтан маған ол үшін де қосымша балдар берілді. Үшінші үлкен секция ол сізден мақаладан тыс қандай жұмыспен айналысасыз, оғанда да балдар беріледі. Менің жағдайымда мен пандемия кезінде болашақ организациядан мені эксперт ретінде шақырған. Ол кезде Венгрияға баратын оқушылардың интервьюіне эксперттер керек болды, 5 адам. Ол кезде мен қатысқан едім, сол болашақтан документ алдым. Сонымен қатар ревьюер деген нәрсе болады. Ревьюер деген шетелдік журналдар ылғи басқа ғалымдарды іздеп жүреді. Оларға түскен мақалаларды оқып, өзінің ойын айту үшін. Яғни рецензент дейміз орысша. Рецензент болып 2-3 журналда да көмектескенмін. Ол тегін нәрсе, ешкім ол үшін сізге төлемейді, сіз рецензент болсаңыз. Сол жерден де қосымша документ алып, сол пайызым қазір қателеспесем 95 па сондай пайыз болды, 100-ге жетпейтін. Сонымен мен 10 адамның ішінде 5-ші ма, 6-шы ма сондай болып шығыппын соңында. Беген жағдай болды, өйткені бір жарты күнде қосып тапсыра салған заявкам сөйтіп марапатты алып келді. Соңында келесі жылы, 24-ші жылы, сол айында бізді бәріміз Түркістан қаласында жинап, сол жерде министр қолымызға марапаттарды, дипломды берді. Және де бізге арналған ғылыми конференция өтіп, жаңа жерге барып көріп келдім, өте керемет болды. Ал енді сол 6,5 миллионды мен қайда жібердім деп сұрасаңыз, ол ақшаны мен Оңтүстік Америкаға баруға жұмсадым. Нақты айтсақ, Перу мемлекетінде Мачу-Пикчу деген жер бар. Сол Мачу-Пикчуға бару менің көп жыл бойы арманым болған. Мен оны студент кезімден армандайтынмын. Компьютерімда әдейі сон заставкасы болған сол Мачу-Пикчудағы
фото. Тура сол жерге барып, сол арманымды шындыққа айналдырдым. Осы үздік ғылыми қызметкер премиясының арқасында десе болады. Министрлікке көп рахмет. Ғылымда ақша жоқ дегендерге осындай да жақсы инсентив, ағылшынша осындай қосымша бонустар бар бізге ғылымда істейтін адамдарға. Негізі қандай салада істемесеңіз де, ылғи да сіз өзіңіздің салаңызды жақсы көрсеңіз, ұнатсаңыз, сіз әрқашанда жоғары деңгейге шыққыңыз келеді. Ең үздік ғылыми қызметкер марапатын алғаным ғылымда жұмыс істеу жақсы жағы деп ойлаймын. Назарыңызға рахмет. Келесі кездескенше.